Лавиния Фишердің өмірі құпиялар мен жұмбақтарға толы болды. Бүгінде американдық бірінші сериялық өлтірушінің оқиғасы шындықпен тығыз байланысты аңызға айналды. Біз бұл әйелдің кім екенін және оның бірнеше қатыгез қылмыс жасауға не түрткі болғанын түсіндіреміз. Достар, арнаға жазылуды, лайк пен пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлем сериялық өлтірушілер ретінде танымал болған көптеген әйелдерді біледі, бірақ Лавиния Фишердің оқиғасы маньяктардың әдеттегі ертегілерінен ерекшеленеді. Оның қылмыстық әрекеті басталғанға дейінгі өмірі туралы аз мәлімет бар. Оның жасаған кісі өлтірулері әлі де сарапшылардың сұрақтарын тудырады. Лавиния Фишер 1793 жылы Оңтүстік Каролина штатының Чарлстон қаласында дүниеге келген. Қыздың отбасы мен балалық шағы туралы аз мәлімет бар. Кейбір мәліметтерге сәйкес, Лавиния құлдардың қызы болған және оның барлық жылдары плантациялық фермаларда өткен. Басқа нұсқаға сәйкес, қыз ақш-тың ықпалды және білімді тұрғындарының мұрагері болған. Қаланың басты көркі ретінде танылған Лавиния қалай болғанда да жетіліп, құлдар әулетінің бай мұрагері Джон Фишерді кездестіреді. Ол бірден сүйкімді қызға ғашық болып, оған ұсыныс жасайды. Лавиния құлдардың ұрпағы деген нұсқаны жақтаушылар Джон өзінің сүйіктісі мен анасының қашып кетуіне көмектесті деп санайды. Бұл жас жігіттің отбасына онша ұнамады. Джонның әрекеті туралы білгеннен кейін ата-анасы оны қаржылық қолдаудан айыруды шешті. Сәлем достар, біздің арнамыз қазақ контентінде болмаған алғашқы шетелдік детектив жанрындағы видеоларды жариялайды. Арнаға тіркелуді, қоңырау жаны қосып қоюды ұмытпаңыздар. Рас, кейбір зерттеушілер бұл нұсқамен келіспейді. Көпшілігінің пікірінше, Лавиния мен Джон олардың отбасылары ұйымдастырған кештердің бірінде кездесті және олар бір-біріне ғашық болды. Бірақ біз оны ешқашан білуіміз екіталай деді. Үйленгеннен кейін Фишер ерлі-зайыптылары Чарлстондағы үйлеріне қоныстанды. Ал біраз уақыттан кейін олар өздерінің жеке кәсіптерін қаланың оңтүстігінде Six Mile Wayfarer House деп аталатын шағын қонақ үйді ашты. Қонақ үй туристер мен шаршаған саяхатшылар арасында өте танымал болды. Олар сол жерлерде өте көп болды. Дәл Чарлстонда теңіз порты орналасқан. Ол арқылы бортында мақтасы бар кемелер өтті. Бұл орналасқан жерді ең гүлденгендердің бірін айналдырды. Сонымен қатар, Лавиния мен Джон қонақжайлылығымен және мінез құлқымен танымал болды. Оңтүстік Каролина тұрғындары Чарлстондағы шағын қонақ үйдің мейірімді иелері туралы көп естіді және өздерінің таныстары мен достарына Six Mile Wayfarer House'ты үлкен қуанышпен ұсынды. Балықшылардан түнде тұруға және дәмді түскі асқа бірнеше рет тегін алған полиция ерлі-зайыптылардың іс-әрекетіне барлық жағынан таң қалысты. Алайда қала тұрғындарының алаңсыз өмірі көп ұзамай балықшыларға тиесілі қонақ үйдің бірнеше қонағы жоғалғаны туралы хабармен үзілді. Бірнеше айдың ішінде ол жерлерде 10-нан астам адам жоғалып, жұртшылықты алаңдатты. Із-түссіз жоғалған адамдарды тауып, істі түсінуге тырысқанымен, полиция бір қадам алға жылжи алмады. Куәларда нақты дәлелдерді жоқ. Six Mile Wayfarer House иелері ештеңе білмейтіндігімен сендірді. Сонымен қатар Фишер ерлі-зайыптылары полицейлермен және жергілікті тұрғындармен жақсы қарым-қатынаста болды. Олардың адамдардың жоғалып кетуіне қатысы болуы мүмкін деген ешкімнің ойына да келмеген. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Шамамен 1819 жылы Джон Пеймс есімді адам полицияға Фишер ерлі-зайыптылары қонақ үйінде азаптау камералары мен тұтқындар үшін торлары бар нағыз лабиринттің негізін қалаған қанішерлер екенін айтып арызданды. Ер адамның айтуынша, ол кешке қарай Джон мен Лавинияның қонақ үйіне тоқтап, жолдан кейін дем алуды шешті. Бастапқыда үй иесі халыққа бос бөлмелердің жоқтығын айтты, бірақ оған ыстық түскі ас ұсынып, оның қаржылық жағдайын сұрап, қайдан келгенін және қайда бара жатқанын біліп алады. Джонның қасында қомақты ақша барын білген Фишер ханым
кенеттен қонаққа бос бөлме тауып бергенін хабарлайды. Сонымен қатар оған ұйықтар алдында бір шынаяқ шай ұсынды. Лавинияның қамқорлығына қатты сенген Джон сусынды алып бөлмесіне кетті. Бірақ үй иесін ренжіткісі келмей, шай ішуді ұнатпай раковинаға құйып жіберді. Бұл оның өмірін сақтап қалды. Жәбірленушінің айтуынша түнде ол креслоға отырып, өз кәсібінің қағаздарын қарап шығып, кейін Джон жата бермек болады. Кенет оның төсегінің төмен қарай жылжи бастағанын көреді. Механизмнің арқасында төсек еденнің астына баяу түседі. Ол тез арада заттарын алып, терезеден секіреді. Содан кейін ол жақын маңдағы полиция бөлімшесіне жетіп, болған жайды айтып береді. Полиция дереу Фишердің қонақ үйіне барып, ғимараттың жертөлесінен азаптау құралдары, торлар, хабарсыз кеткен қонақтардың заттары және қан іздері бар үлкен бөлмені табады. Әрине, Лавиния мен Джон бірден тұтқындалып, сотқа тапсырылды. Сот оларды дарға асу жазасына кесті. Бұл болған оқиғаның көптеген нұсқаларының бірі ғана. Кейбір тарихшылар Джон Лавинияны қашып кеткен құл ретінде мойындап, оның ашқан жаңалығын пайдалануды шешкен бопсалаушылардың бірі деп санайды. Үмітсіз жағдайға тап болған Джон Фишер қылмыскерлердің бірін атып тастады. Бірақ Пеймс қашып үлгерді. Осылайша ол полиция бөлімшесіне оны өлтіргісі келген маньяк ерлі-зайыптылар туралы әңгімемен келді. Ерлі-зайыптылар қамауға алынғаннан кейін күн сайын бір-біріне хат жазып, соңғы демі қалғанша бірге жаңа өмір бастау үшін соттың жеңілдігіне үміттенгенін және бір рет олар қашуға әрекеттенгенін айтады. Айтпақшы, үшінші нұсқасы бар. Оның айтуынша, Лавиния Фишер Чарлстонға апаратын жолда тонаумен айналысатын бандиттік топқа мүше болған. Қарақшылық пен кісі өлтіру фактілері туралы көптеген хабарламаларға қарамастан, полицейлер ешқандай шара қолданбағандықтан, қала тұрғындары мен оның төңірегінде қылмыскерлермен күресуге бел буған. Қаруланған еріктілер тобы арбалар жиі тоналатын жерге барды. Олар бұрын Six Mile Wayfarer House қонақ үйінде үй иесінің мінез-құлқын қадағалап, кейін көргенін хабарлау керек болған адамын қалдырады. Алайда оқиға мүлде басқаша өрбіді. Бір топ азаматтар аң аулауға шыққаннан кейін қарақшылар қонақ үйге келіп, сол жерде төбелес шығарады. Жағдайды бақылап отыру тиіс Дэвид Росс олардың арасынан Лавиния Фишерді көріп, одан көмек сұрағанымен, әйел оны тұншықтыра бастаған. Кейінірек басын терезе жақтауына бірнеше рет ұрған. Жәбірленуші қонақ үйден шығып, шерифтің кеңсесіне жетіп, шериф дереу Фишердің қонақ үйінде тінту ұйымдастырып, оларды қамауға алуға ордер алады. Ал ашуланған Чарлстон тұрғындары Six Mile Wayfarer House үйін өртеп жібереді. Теориялар мен нұсқалардың көптігіне қарамастан, бұл оқиғаның соңы көпшілікке белгілі. Сотта Фишер ерлі-зайыптылары өлім жазасына кесіледі. Алайда сол кезде тұрмыс құрған әйелдердің бір артықшылығы болды. Олар өлім жазасына кесілмеді. Сондықтан Лавиния қорқынышты жазадан құтылуға мәжбүр болды. Рас, көп ұзамай билік заңда олқылықты тапты. Алдымен Джон Фишерді өлім жазасына кесу туралы шешім қабылданды. Ал бірнеше күннен кейін сол кезде жесір қалған Лавинияның үкімі орындалды. Өлім жазасына кесілетін күн келгенде Лавиния Фишер судьяның рұқсатымен үйлену көйлегін киді. Сондықтан ол көпшіліктің ішінен біреу оған үйленуге шешім қабылдайды және ол өлімнен аулақ болады деп үміттенді. Алайда ғажайып оқиға орындалмайды. Әйел дар ағашының үстіне шықты. Соңғы сөз құқығын пайдаланып, Лавиния жиналғандарға сөйлеп, мынаны айтты. Егер сен шайтанға бірдеңе айтқың келсе, мен оны жеткіземін, деді. Осыдан кейін жазалаушы тұтқаны тартып қалды. Ал Лавиния Фишер ресми түрде Америкада өлім жазасына кесілген алғашқы сериялық өлтіруші әйел болды. Әйтсе де, жұртқа оның кім екені әлі де қызықтырады. Пайда мен рахаттану үшін өлтірген қатыгез қылмыскер атышулы содырлар тобының мүшесі ме? Әлде бопсалаушылардың қастандықтарының бақытсыз құрбаны ма? Достар, пікірге өз ойларыңызды қалдырыңыздар.